Всем привет! Сегодня мы свяжем вот такую шапку крючком. Она очень стильная и легкая. Подойдет даже для тех, кто только начинает вязать. Итак, посмотрите это видео до конца. И давайте вместе со мной творить. Для шапки нам нужен один моток пряжи Alize Lana Gold Classic. Это турецкая пряжа, гипоаллергенная, шерсть и крючок номер 4, 4,5, либо же 5, если туго вяжете. Вот такая игла и ножницы. Мен мастер-классымды орысша бастадым. Өзінше бірақ та қазір қазақша болады енді. Ал сіздерге тоқып көрсетіп бастайын. Міне. Воздушные петли. И сколько листьев? Сіздерге қай размерде керек, соншалықты өздеріңіз жасайсыздар. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Мама, смотри, много сколько. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Мына 50 болды менде. Егер де сіздер былайдан киетін болсаңыздар, шапканы осылай киетін болсаңыздар, 55 қылып жасай беріңіздер. 55 воздушный петля жасай беріңіздер. Ал егер де просто осылай киетін болсаңыздар, онда 50 жетіп қалады. 45-50 жетіп қалады. Енді осы воздушный петляларымызда мынау бірінші, екіншісі тұр ғой. Соған оң жақ қабырғасына, арғы қабырғасына соединение жасаймыз. Міне. Барлығына осылай соединительный петлялар тоқып шығамыз. Біздің шапкамыз осындай соединительный петлялар арқылы тоқылады. Өте оңай әрі әдемі узор, как спицы сияқты. Узор как спицами, в общем, это. Осылай барлығын соединительный петлялармен тоқып шығыңыздар. Міне. Осылай до конца соединительный петля. Міне. Соединительные петли мына жерге дейін до конца. Мына ең соңына келгенде бір воздушный петля подъема көтереміз. Одан кейін қайтадан воздушный петли, соединительные петли. Осыны былайынан 55-60 сантиметр болғанша тоқисыздар, егер ересек адамға болса. Ал егер кішкентайларға болса, 45-50 сантиметр болғанға дейін тоқисыздар. Міне. Созылған кезде бір 55 сантиметр болу керек қой, егер кішкентайларға болса. Үлкендерге болса да сондай. Осыны до конца тоқып шығасыздар. Мен мына жерге дейін тоқып көрсетпей қояйын. Міне, мынаны қатардың соңы деп есептеңіз. Міне, бір воздушный петля подъема, қатарымызды бұрамыз. И міне, арғы қабырғасынан жібімізді іліп аламыз. Соединительный петлялар жасаймыз. Барлығына соединительные петли. Соединение. Міне, ең соңғысының арғы қабырғасынан іліп алдым жіпті. Енді бір воздушная петля подъема. Бұл жіпті біз тоқмаймыз. Қатарымызды бұрамыз. Қайтадан біріншісі емес, екіншісіне соединение. Осыны до конца тоқып шығыңыздар. Достар, мен уже 60 сантиметрге дейін тоқып бітірдім. Міне, былай созылғанда 60 сантиметр болады. Енді соединение жасаймыз. Ол үшін мына инемізді алып, мынаның екі жақ қабырғасынан, мынау біздің воздушный петляларымыздан қатарымыздың басталғаны, мынау соңғы аяқталғаны. Енді осының екі қабырғасынан да алдым мен уже. Ал мынаның бергі беттегі қабырғасын аламыз. Міне, бергі жақта қабырғасынан алып, жібімізді өткіземіз. Міне, бергі бетінен өткіздік. Енді келесі бергісінен өткіземіз.
И мынау екі қабырғасынан да өткіземіз мынаны. Екі қабырғасынан да өткіземіз. Көрініп тұрмас жерге. Екі қабырғасынан да өткізіп жатырмыз. Екі қабырғасынан да өткіздік. Келесінде екі қабырғасынан өткіздім. Қараңыздар. И мынау біріншісінен өткізіп алайын. Сіздерге түсінікті болу үшін міне мынау петля. Осы петляның мына қабырғасынан, бергі қабырғасынан өткізіп тігеміз. Бергі қабырғасы, тағы да бергі қабырғасы, тағы да бергі қабырғасы міне. И мынаның екі қабырғасы. Осылайда концепт оқып шығыңыздар. То есть тігіп. Екі қабырғасы, и мына бергі қабырғасы. Міне қатардың соңына келіп қалдым. Бергі жағы, арғы жағы. Бергі жағы, арғы жағы. Мама, посмотри. Получила. Екеуі, именно соңғы біреуі. Енді мынауымызды тоқып бітірдік. Енді мынаны былай қосамыз. Ол үшін мынандай жіптерді көріп тұрсыздар ма? Осы перемычкаларда мына инені кіргізіп шығамыз. Мен мынадан бастаймын. Міне. Бірінші. Бір, екі, үшіншісі. Әдемі кірмей жатыр. Енем дұрыс кірмей жатыр. Міне үш, төрт, міне бес, кіргізіп жатырмын. Жиырладым. Получилось. Мен последнийні кіргіздім. Енді мына жіпті былай қостам. Мама, кунга. Шапка, ма? Шапка. Шапка, ну кунга, шапка. Апаға. А папа, я хочу на шляпа и на бури. Розовый. Хорошо, розовый істейміз саған. Міне былай. Бәрін былай тарттық. Енді мыналарды бір-біріне Получилось. жіптерді байланыстырып соединение жасауымыз керек. Тек қана осы перемычкаларға бірақ. Ана жақта әдемі болып көріну үшін әдемілеп өздеріңіз көріңіздер.
Міне біздің шапкамыз дайын. Енді мына жіпті сабақтауымыз қажет бір жерге. Міне, осылай жасаймын да. Мына жіпті жасырамын. Жіптің ұшын жасыруымыз қажет. Түйіндейміз. Міне мен түйіндедім. Жіпім шығып кетті. Яқтан кітап канала ушко саласың, яқтан қоясың. Ну, прости меня, сейчас. Нет? Все в порядке. Все в порядке? Да. Хорошо, все в порядке. Мама, Всё. смотри. Вот. Сабақтадық. Тоқымамыз аяқталды енді осымен. Вот так сиду. Что, тихо? Ты қорқытып. Упала. И осы жерге былай жасыра саламыз. Сосын арасына былай көрінбей қалды. Біздің шапкамыз дайын. Я. Мастер-классым ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Өте оңай тоқылады. Міндетті түрде тоқып көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыз.